Ассалаумағалейкум, құрметті ютубқа келген барша достар, ағайындар, құрметті қазақ елі, менің ютуб каналыма қош келдіңіздер. Жалпы менің ютуб каналымда не оқылады, оның барлығы профильде, яғни бастапқы сілтемеде бәрі жазылып тұр. Сосын жалпы оқылатын кітаптардың авторлары төменгі жақта сілтемеге жазып кетемін. Ал енді не оқитымызды айтып кетейік. Бастапқыда айтылғандай, ең бірінші Құран кәрімді толығымен дыбыстап шығайын деп отырмын. Бірінші Фатиха сүресі. Фатиха сүресі Құран кәрімнің беташар саналатын бұл сүре пайғамбарлықтың алғашқы жылдары Меккеде түскен. Ұзын саны 7 аяттан тұрады. Бірден толық күйінде түскен ең алғашқы сүре. Сондықтан да Бисмилля, Фатиха сүресінің Әл-Фатиха сүресі бүкіл Құранның мәйегі. Қысқаша мазмұны іспеттес. Бұл сүренің Фатихадан басқа 20 шақты атауы бар. Мәселен, намазда оқылуы уәжіп болғандықтан Суратул Сала, намаз сүресі. Алла тағаланың аршының астындағы қазынадан түсірілген сарқылмас рухани қазына мағынасында, кәніз, дертке дауа мағынасында, шафия, бір өзі жеткілікті деген мағынада, уафия, кафия. Құрандағы бүкіл сүрелердің негізі, өзегі мағынасында, Уммул китаб, Әл-Әсас атауларын атап өтуге болады. Расында бұл сүре Құран кәрімнің қысқаша мазмұны болып табылады. Жалпы, Құран кәрімнің негізгі тақырыптары мыналар. Таухид, яғни бір Аллаға ғана құлшылық ету. Нубувват, яғни пайғамбарлық. Ахирет, яғни о дүниеге қатысты ғайыптан хабарлар. Құлшылық пен әділдікті қамтыған тура жол. Байқасаңыз, Фатиха сүресі де аталмыш тақырыптардың бәрін қамтиды. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Бар мадақ, шүкіршілік атаулы күллі әлемнің Раббысы бір Аллаға арналады. Ол Рахман, әрі аса рахымды. Дін, жауапқа тарту, үкім шығару, һәм қарымта күнінің иесі. Уа жаратқан, бір өзіңе ғана құлшылық етіп, бір өзіңнен ғана медет тілейміз. Бізді разылығыңа жеткізетін тура жолға сала көр. Қаһарыңа ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес, өзің нығметке бөлеген ізгі құлдарыңның жолына сала көр. Әмин. Бақара сүресі. Бақара сүресі хижреттен кейін іле-шала Мәдина кезеңінде түсе бастаған. Бұл сүренің түсу мерзімі шамамен 10 шақты жылға созылды. Құрандағы ұзын ырғасы 286 аяттан тұратын ең ұзын сүре осы. Сүренің атауы 61-71 аяттарда баяндалатын Бақара, яғни сиыр оқиғасынан алынған. Сүре кіріспеден 4 негізгі мақсат пен қорытындыдан тұрады. Кіріспеде Құранның қадір қасиеті мен төл міндеті жайлы айтылады. Ал негізгі мақсаттарына келсек, күллі адамзатты хақ дін,
исламға үндеп үгіттеуден, әсіресе кітап иелерін дін мәселесінде жіберген қателіктері мен олқылықтарын түзетіп, Құранды мойындауға шақырудан, ислам негіздерінен және Құранда баяндалған діни үкімдерді орындауға құлшындырудан тұрады. Қорытындыда хақ дін, исламды лайықты түрде ұстанғандардың сипаты мен ерекшеліктері, олардың бұл дүниедегі һәм ақыреттегі жағдайы баяндалады. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Алиф, ләм, мим. Ұғымын Алла біледі. Міне, мұғжиза кітап. Онда, яғни оның көктен түскен иләһи кітап екендігінде еш күмән жоқ. Ол Аллаға толық бойынсынған, күнә атаулыдан барынша сақтанатын, тақуа жандарды тура жолға бастаушы. Міне, соларға ғайыпқа, яғни сезім мүшелері мен сезіліп білінбейтін тылсым әлемге кәміл сенеді. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқиды. Және біз өздеріне ризық етіп берген мал-мүлік, күш-қуат, ақыл-парасат, білім, тағы сол секілді нығметтерден Алла разылығы үшін міндет етпей, игі мақсатта жұмсайды. Уа Мұхаммед, сондай-ақ оларға саған түскен Құранға және өзіңнен бұрынғы түскен иләһи кітаптар мен парақтарға да иман келтіреді. Ақыретке де дәл солай кәміл сенеді. Міне солар Раббыларынан келген нағыз тура жолда, әрі олар мәңгілік азаптан құтылып, ең үлкен жетістікке, мақсат мұраттарына жеткендер. Менің каналыма жазылып, löпілшені басып, видеоны жақындарыңызға бөлісе кетіңіз.